Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қылмыстық теріс қылық, қылмыстың ұғымдарына тоқталатын боламыз және қылмыстың санаттарына анықтама беріп өтеміз. Жалпы қылмыстық теріс қылық және де қылмыстың санаттары туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде айқындалған. Қылмыстық кодекстің 10-шы бабында қылмыс және қылмыстық теріс қылықтың ұғымына анықтама беріп өтілген. Қылмыстық теріс қылық дегеніміз ол қоғамға зор қауіп төндірмейді, немесе болмаса зиян келтіретін адамның жеке басына, ұйымға, қоғамға, немесе мемлекеттің мүддесіне айтарлықтай залал келтірмейтін және де осы қылмыстық теріс қылық жасаған үшін айыппұл салу, түзеу жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу түріндегі жаза көзделген әрекет немесе әрекетсіздік және де әкімшілік преюдициялық қолдана отырып жазаланатын әрекет қылмыстық теріс қылық деп баяндалады. Ал қылмыс дегеніміз бұл, яғни айыппұл салу, түзеу жұмыстары, бас бостандығынан айыру, бас бостандығынан шектеу, немесе өлім жазасы түріндегі жазалау түрімен тыйым салатын айыпты қоғамға өте ауыр зиян, зардап алып келетін әрекет немесе әрекетсіздікті танимыз. Енді жалпы қылмыстық құқық бұзушылықтар өзі қоғамға қауіптілігі және жазаланушылығы бойынша соответственно қылмыс және қылмыстық теріс қылық деп бөлінеді. Жалпы кез келген әрекетті біз қылмыс немесе қылмыстық теріс қылық деп тани алмаймыз. Біз қылмыс және қылмыстық теріс қылық деп тану үшін әрекет немесе әрекетсіздікті оның элементтері немесе белгілері бар. Оған тоқталатын болсақ, жалпы қылмыстың белгілері ол қоғамға қауіпті әрекет, кінәлілік, жазалық, қылмыстық құқыққа қайшылықпен сипатталады. Қоғамға қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беріп өтетін болсақ, ол жалпы мемлекетке, қоғамға, қоғамдық қатынастарға зиян келтіруін немесе зиян келтіру қаупін туғызатын әрекет немесе әрекетсіздікті айтаймыз. Кінәлілік дегеніміз ол адам, мысалы үшін өз кінәсі анықталған қоғамдық қауіпті әрекет немесе әрекетсіздік және пайда болған қоғамдық қауіпті зардаптар үшін ғана қылмыстық жауапқа тартылатындығымен сипатталады. Яғни мысалы үшін қылмыс немесе қылмыстық теріс қылық деп танылған іс-әрекеттерді белгілі бір тұлға жасайды ма? Сол жасаған тұлға жасаған әрекет және әрекетсіздіктің мән мағынасына, сипатына, белгілеріне байланысты жауаптылыққа тартылады. Яғни ешқашан тұлғаны ол жасамаған әрекеті үшін жауапқа тартпайды. Қылмыстық құқыққа қайшылық, яғни жасалған әрекет міндетті түрде қылмыстық құқықтық нормамен тыйым салынған әрекет болуы тиіс. Жазалылық дегеніміз ол қылмыстың белгісі ретінде жасалынған әрекет міндетті түрде қылмыстық норма тарапынан жазалануы тиіс болып табылады. Енді қылмыстың санаттарына тоқталатын болсақ, жалпы қылмыс санаты дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Қылмыс санаты дегеніміз бұл нақты қылмыстың белгілері бойынша іс-әрекеттің қоғамға қауіптілігінің сипаты мен дәрежесіне байланысты олардың бөлінуін айтамыз. Қылмыстың санаттары Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 11-ші бабында 4 топқа бөліп қарастырылған. Олар, яғни онша ауыр емес қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар, ауыр қылмыстар және аса ауыр қылмыстар болып табылады. Онша ауыр емес қылмыстар дегеніміз жасаған әрекет немесе әрекетсіздігі үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде көзделген ең ауыр жаза ретінде бас бостандығынан айыру 2 жылдан аспайтын қасақана жасалған әрекеттер, сондай-ақ жасағаны үшін қылмыстық кодексте көзделген ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 5 жылдан аспайтын абайсызда жасалған
әрекеттер онша ауыр емес қылмыс деп танылады. Ауырлығы орташа қылмыс дегеніміз жасаған іс-әрекеті үшін ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 5 жылдан аспайтын қасақана жасалған әрекет, сондай-ақ жасағаны үшін 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген абайсызда жасалынған іс-әрекеттерді ауырлығы орташа қылмыстар деп атаймыз. Ауыр қылмыстар дегеніміз жасаған әрекет немесе әрекетсіздігі үшін ең ауыр жаза бас бостандығынан айыру 12 жылдан аспайтын қасақана жасалған әрекет болып табылады. Аса ауыр қылмыстар дегеніміз жасаған үшін 12 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру түріндегі жаза немесе өлім жазасы көзделген қасақана әрекеттер аса ауыр қылмыстар деп танылады. Енді жалпы бұл қылмыстың санаттарына үңілу үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлімінің тарауларын нақты біліп алуымыз керек. Мысал үшін, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы адам өлтіру, адам өлтіру қылмысының анықтамасы адамды, яғни басқа адамды құқыққа қайшы қасақана қазаға ұшырату деп баяндалған. Яғни дәл сол анықтамасында, яғни бізде құқық терминологиясында оны диспозиция деп атаймыз, яғни әрекет немесе әрекетсіздікке сипаттама берілу. Сол жасаған әрекеті үшін норманың астыңғы жағында жауапкершілік мөлшерлемесі айқындалған. Яғни ол бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің адам өлтіру қылмысы үшін 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады деп көрсетілген. Яғни бұл жерде 8 жыл мен 15 жылға дейін деп нақты біз мысалы үшін қатып қалмайды, 10 жыл, 12 жыл деп берілмейді. Яғни жазаның мөлшерлемесі шектермен белгіленеді. Неге? Өйткені ол адам өлтіру қылмысының жасалу әдісі бар, кінәлілік сипаты бар, бұл белгілеріне байланысты біз нақты тек мынандай жылға ғана бас бостандығынан айырады деп заңнама оны көрсете алмайды. Сол себепті ол определенный бір мерзімдермен шектеледі. Яғни 8 жыл мен 15 жыл дегеніміз осынан біз байқасақ болады, что адам өлтіру қылмысы немесе жасаған үшін немесе әрекет жасаған үшін ауыр және аса ауыр қылмыс санатына жатқаннан кейін максимально ол жауаптылыққа тартылатындығы. Яғни егер 8 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, ол бұл ауыр қылмыс болып табылады. Ал егер 15 жыл бас бостандығынан айырылатын болса, ол жасаған әрекет аса ауыр әрекет және аса ауыр қылмыс болып табылатынымен сипатталады. Дәл сондай басқа да баптарға тоқталып, үңіліп, талдама жасасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Берген ақпаратым пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.